Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біз осындай махаббат көрпесін тіктік. Соны сіздерге көрсетіп кетейік. Махаббат көрпесінің размерлері 2-де 2,20 болады. 2-де 2,30 болады. 2-де 2,30 емес, 2,20-да 2,30, 2,20-да 2,40 болады. Бұл біздің алдымызда жатқан көрпе синтефоновый көрпе. Синтефоновый көрпеге мен мынандай лента өзім қолдан тіктім. Және де дайын лентаны алып тіксеңіздер де болады. Шетін аберлокпен жасадым. Деген былай бүктеп тігіп алдым да, кейін осы көрпенің матаның өзіне тігіп алдым. Содан кейін барып, ішіне астарын тігіп, кейін ішіне синтефонын салып, оны аударып, одан кейін шеттерін тігеміз. Шеттерін мен 10 сантиметрден алдым, 3 қатар алдым. Былайынан 10, былай. Кетеді, квадратный ала бересіз 10 сантиметрден. 10 сантиметрден алдым. Кейін ара қашықтық 20 сантиметрден. Оны алдыңғы сабақтарда мен шпаргалканы көрсеттім. Сол шпаргалкалармен пайдаланып отырып жасадым. Ортасына ромбик қып сызып алдым. Сол ромбикқа бірінші матаңызды өлшеп сызып аласыз. Ештеңке салмай тұрып, құр матаны өзіне. Бірінші 10 сантиметр сызып аласыз, айландырып бетіне суретін. Кейін мына сызықтар сызып, ортасына ромбик сызып аласыз. Содан кейін барып мына лентаны тігіп шығасыз, айландырып отырып. Содан кейін барып уже аударып, синтефонын салып, астарын тігіп, аударасыз да осы сызылған сызық бойынша көктеп шығасыз. Мына лентаны тоже үстінен басып көктеп шығасыз. Сол кезде барып бусыларын бірге тігесіз. Болмаса, бусыйды матаның өзіне тігіп алып, потом барып көктеп алсаңыз да болады, олай да жеңіл болады. Ортасына мен ромбик қып жібердім. Бұлардың ортасы тоже 20 сантиметрден. Бұлайынан 20 сантиметр. Бірінші бұлайынан тігінен тігіп аласыз. Бүйтіп тігіп аласыз. Потом барып уже қарама-қарсы тігесіз. Орта қиылысқан жерлеріне осындай моншақ жібердім. Махаббат көрпесі қыздың жасауы болғаннан кейін әдемі болу үшін. Өзіңізге де әдемі болып жасау үшін. Бұл мата бирюзовый түсті. Мына жерде онша көрінбейді. Астары да бирюзовый. Негізінде бирюзовый болу керек. Менікі көк болып тұр. Екеуінің асты мен үсті бірдей болған дұрыс. Сол айландырып тігіп шығасыз. Махаббат көрпесіне синтефонды 2 қабат салдым. Орташа синтефон, 4 қабаттық синтефонды 2 рет салдым. Келесі сабақта синтефонды ішіне қалай салу кереккен көрсетем. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Мен парақшама қосылыңыздар. Сау болыңыздар.